Талапкерлерге биыл тағы да бір жақсы хабарландыру, колледжге түсу үшін барлық жағдай жасалынған. Оның ішінде мен осы жаңа айтып өткен документ құжаттар тапсыру үшін электронды түрде. Екінші, колледжге түсуге емтихандардың барлығы алынып тасталды. Яғни мектептегі біліммен, мектептегі алған білімінің қорытындысымен білім туралы аттестаттағы негізгі бағалар арқылы конкурсқа түсіп, сол конкурстың нәтижесінде колледжге бірде бір артық экзаменсіз, бірде бір қосымша зачетсыз колледжге қабылданады. Бірақ үш саланың мамандығы бойынша біздер арнайы емтихандарды қалдырдық. Ол дегеніміз, яғни педагогикалық мамандықтар, олар арнайы эссе жазу керек. Себебі өзіңіз білесіз, 25 оқушының алдында тұрған оқытушы, болашақ педагог өзінің ойын жеткізіп, критериалды ойлауын, баламен жұмыс, өзінің осы ретте эссе арқылы және диктант арқылы колледжге қабылданса, мына медицина саласында білім алғысы келетін абитуриенттерге психометриялық тесттер қойылған, және мына шығармашылық мамандықтар бар. Ол мына дизайнер, архитектор, және мына киім үлгісін модельдеу деген сияқты мамандықтарға арнайы емтихан, яғни белгілі сурет салу сияқты, кескін салу, мүсін жасау деген сияқты емтихандар қалды. Басқа техникалық, технологиялар, басқа саладағы бірде бір мамандыққа ешқандай емтихан жоқ.